Так, белгісі сутек тұр оқушылар. Егер сутек тұрса, не болатын еді? Сутек. Қайсы оксид? Ана Абай қайсы? оттек болып тұр, не бола ма? Оксид или... Ана жақта оттек болған кезде NO, мысалы, екі-ақ элемент болды, иә? Жалпы оттекте оксидтерде екі-ақ элемент болады құрамында. Біреу оттек болып табылады соның. Келесі ол металл болуы мүмкін, бейметалл болуы мүмкін. А бірақ екіншісі міндетті түрде оттек болады. А мына жақта екеу емес қой, үш элемент тұр. Қышқыл. Қышқыл болады, молодец. Нұрхан, жарайсың, күшті, барлығын айттың. HNO2 қышқылы, NH4, NO3 бізде тұз, NH4 деген металл орнында жүреді дедік. Одан натрий NO3 тұзы, NO деген оның оксиді, HNO3 азоттың қышқылы, NO2 оның оксиді және NH4 хлор азоттың тұзы болып табылады екен. Бұл бізде қайталау оқушылар, иә? Жалпы оның тұздарын, оксидтерін, қышқылын ажыратып алуымыз керек. Қышқыл болса, негізі белгісіз, алдында сутек тұрады. Оттекте оттек бар құрамында, бірақ құрамы екі-ақ элементтен тұрады. Кеттік. Ауысты ма слайд? Ауыспасайтындар. Ауыспа. Болды. Мына жақта бізде есеп бар екен. Массасы 112 килограмм сутекпен H2 сутекпен әрекеттескенде түзілетін аммиактың көлемін есептеңдер. Реакцияны теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда шығын 80%. Яғни шығынға байланысты есеп, былайша айтқанда алдыңғы шығынға байланысты есептеткенде қарап шығарамыз. Енді бірінші реакциясын жазып алайық. Не айтып жатыр, иә? Мына жаққа алып тастайық. Айтады, азот пен сутек әрекеттескенде дейді. N2 қосылған H2 шығады. Не шығады осы жерде? NH алдына 2. NH алдына 2. 3. Алдына 2. Аммиак. Аммиактың реакциясы бізде азот пен сутектің қосылуы. Енді теңестірейік. Так, азотымызда жақта 2, сол үшін жерге апарып 2 қоямын. Азотын теңесті, сутегін теңесу үшін 6 болу керек екен, мына жаққа 3 қоямыз. Иә? Теңесті. Енді есепке барайық. Бізге айтады 112 килограмм азот N2 дейді. Демек, N2-нің үстіне мен 112 килограммды жазамын. Одан кейін түзілетін аммиактың көлемін есептенеді. Демек, мынаның бізге көлемін есептеу керек екен. Бұл X. Енді астына, килограмм астына килограмм, ненің астына литр болса литр, масса болса мысалы бізге жауапқа қараңыздар метр кубпен беріпті. Демек, меқы біз метр куб дейміз. X метр куб. Метр куб болса, астына да метр куб деп жазамыз. Қараңыздар. Маляр қосылы? Жоқ, маляр емес, көлеммен өлшене береді. Көлем. Көлем бізде 22-4, бірақ мына жақта 2 тұр, оқушылар алдында. Сол үшін 44,8. 44,8 литр деп жазамын. Одан 112 килограмм, оның астына азоттың өзінің массасын жазамыз. Маляр массасын ол бізде 14, 14-ті түндіге 2 көбейт береміз, 28. Енді осы жерден бізде пропорция шықты. X тең, толықтыр жазайық. 112 көбейтілген 44,8 бөлеміз 28-ге. Так, мынау 112 литр. 112. Так, қанша болады мына жерде? Мынау көбейту. Так, 179 да қайта кетті. 2 метр куб. 179 да метр 2. 179 да 2. Енді бұл бізге шығым айтып 80% деп, демек 80%-ын табу керек. Ал мына біздің есептеп дәл-медәл санмен тапқанымыз ол 100%, яғни теориялық. 179 да 2 метр кубты мен 100% деп аламын. Осының 80%-ы қанша болады? 179 да 80-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Дұрыс. Қазапай. 179. 143,166. 143'те 36 mı? 3. 3. Бұл сонда не болады?
мысалы аммиактың көлемі метр куб. Абай 36 деп алып келсіз кітапта 36 жауабы. Болды, иә, метр куб. Метр куб сұрады, метр кубын шығардық. Кеттік, төртінші есеп. Көлемі 400 литр қалып жағдайда ауадан 78% азоттан тұрады. Алынатын аммиактың көлемін анықтаңдар. Аммиактың практикалық шығымы 25%-ға тең дейді. Шығым берілген мына жерде. Одан кейін мына 78% дегенді тезірек құтылып аламыз. Так, мен мына жерге толтырып жаздым, басқа түспен жазайық онда. Мына 78%-дан бірінші құтылып алайық оқушылар. 78%-ы 100-бен пропорция жасаймыз. 400 литр деді. 400 литр деген ол жалпы, яғни общий 100%. Енді оның 78% дейді. Сонда 78%-да қанша екендігін тауып аламыз. X тең 400-ді 78-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сол кезде 312 литр. 312 литр. Міне, бұл бізде азоттық. Енді қазір реакцияны жазайық. N2 қосылған H2 бағанағы реакциямыз. Бұл басқа есеп ба? 4. 4-ті басқа түспен жазады ма? 78% болғандықтан сразу реакцияға көшпей тұрып 78%-да қанша литр екендігін тауып алдық. Өйткені біз 100%-да 400 литр деп тұр ғой, 400 литрмен есептейтін болсақ, есебіміздің жауабымен сәйкес келмей қалады. Өйткені бізге 78%-ды беріп қойған, оның ішінде 78% азот бар деп ше. Сол 78%-бен тауып алдық. Ол кезде 400 емес 312 литр екен. Енді осы қазір жазып отқан реакциямызда біз осы 312 литрді қолданамыз. Сонда мен азоттың үстіне басқа түспен жазайық, 312-ні жазамын. 312 литр екен. Бізге табу керек. Алынатын аммиактың көлемін анықтаңдар дейді. Демек, аммиактың үстіне X литр. Енді астына, литрдің астына литр жаза береміз. Мына 22-14-ке тең. Алдына шыққан коэффициент жоқ. Мынау 2 болғандықтан 44-те 8 литр. Осы жерден X-іміз тең болады. 312-ні 44-те 8-ге көбейтеміз. Бөлеміз 22-де 4-ке. Шығады 624 литр. 624 литр. Бұл аммиактың теориялық литрі, теориялық есептеген кездегі шыққан көлемі. Бұны біз 100%. Азоттың астына не жаздыңыз? Сіз 22-де 4. 22-де 4. Өйткені 1 моль 22-ні 4-ке тең ғой, иә? Сол үшін жаздық, ал NH3-ге 2-ге көбейткен жаздық. Бұл 624 бізде 100%. Яғни теория. Ал практикалық шығымы 25% деп өздері берген екен. 25%-ын тауып аламыз осы жерде. X тең 624-ті 25-ге бөліңіздер, 100-ге, көбейтіп 100-ге бөлсеңіздер қанша болады? Так, бәріміз қатысып отырмыз ба? Так, бізде айжанатын интернеті жақсы емес. Нұрлыбек. Түсініп отырмыз ба? Қанша болады мына жерде? 6/127 ма? Или 627? Анау ма? 156. Мынау 624 литр. Иә, дұрыс, 156 литр. 156 литр. Бұл NH3. Так, бұл кітапта өтеді. Дұрыс. Так, түсіндік па? Мына жерде сұрақ бар ма, оқушылар? Екі есепті бітірдік. Азоттан алынатын аммиактың көлемін анықтаңдар. Аммиактың практикалық шығым берілген. Яғни екеуі негізі ұқсас есеп. Екінші шығарғанымыз сәл өзгешелеу, өйткені процентпен қосып қойған. Негізі кез келген есепте білесіздер, процент беріп қойған кезде бас жағында, мысалы 200 грамның 15%, болмаса 20 грамның 5% деген сияқты беріп қойған кезде, оның сіз именно сол 5%-ын тауып аласыз. Сонда есептеді. Содан кейін барып оның сол 5%-бен шыққан кездегі санды алып, сол реакция қолданасыз. Ал егер процентпен грамм беріп қойса, оны сразу есепке жазбаңыз. Ол кезде дұрыс шықпай қалады, өйткені бізге процент беріп тұр. Кеттік, келесі есеп. Жерде азот қышқылының алюминий гидроксидімен, кальций оксидімен
кальций карбонат мен аммиакпен әрекеттесу теңдеулерін жазыңдар дейді. Бұл бізде реакция екен. Реакция жазайық. Кеттік, бірге жазамыз. Азот қышқылайды. HNO3, HNO3-тің мынандай қосылыстармен 4 қосылыс берген екен, солармен жазып шығамыз. HNO3 қосылған, бірінші бізде асы алюминий гидроксиді дейді. Демек, алюминий OH3. Так, мынаны Нұрлыбек шығара қой. Келесі әсі азот қышқылының HNO3 қосылған кальций оксидімен дейді. Бұны Нұрхан шығара қой. Ізденеміз. Бұның бәрі біздің өткен тақырыпта кітаптардың ішінде бәрі бар реакциялар. Одан кейін кальций оксидімен кетті. HNO3 әрекеттестір деген кальций карбонатымен. Кальций CO3. Келесі соңғысы аммиакпен. HNO3 әрекеттеседі NH3-пен. Жақсы. Осы төртеумен бізге реакция теңдеулерін жазыңдар деген екен. Ал алюминий гидроксидімен әрекеттескен кезде, яғни негіз қоя OH. Азот қышқыл негіздермен әрекеттеседі дедік. Одан кейін тұздармен әрекеттеседі дедік, оксидтермен әрекеттеседі дедік алдыңғы тақырыпта. Соларға бұл негізі практика. Алюминий OH3 деген негіз, яғни құрамында гидроксид бар. Егер ол негізбен әрекеттескен жағдайда тұзбен су шығады неде? Қандай тұзбен су шығады екен? Нұрлыбек, есептедің ба? Шығара алдың ба? Реакцияны аяқтай алдың ба? Нұрлыбек бар ғой, Нұрлыбек. Дана. Білмейміз ба? Так, алюминий келеді, NH3-ті өзіне алады. Сөйтіп, OH пен H2 қосылып су түзіледі. Сонда алюминий NO3-ті өзіне алса, алюминий NO3, яғни алюминий нитраты шықты. Қосылған H2O. Енді теңестіру керек. NO3-іміз бізде 3 еселеніп кетті. Демек, мен HNO3-ның алдына бару керек қояды. 3 қояды екен. Одан кейін сутегіміз 3, 6 бүкіт, мына жаққа демек 3 қояды екен. Міне, бірінші реакция осылай жазылады. Келесі HNO3-ке кальций оксидін қосты деген. Нұрхан шығара алдың ба? Мен айтайын апай. Айтамын. Яқты NO3 бір не аламыз ғой? Иә, ол қалдық қой. Калий H2O. H2O. Иә, білмеймін. H2O. Одан кейін не шығады? Кальций NO3 шығады, иә? NO3, бірақ кальций эквивалент болғандықтан мына жаққа 2 қояды. Енді теңестірейік, NO3-іміз 2 еселеніп кетті. Мына жаққа 2 қоям. Сол кезде менде H-ым 2 болды, мына жақта онсызда сутек 2, NO3-іміз 2 еселенді, мына жақта шақшаның сыртына 2 қойды. Келесі HNO3 тұзбен әрекеттестір кальций карбонатымен. Кальций карбонатымен әрекеттескенде не шығады? Мына бізде әлсіз қышқылдың қалдығы CO3 деген. Кетті. Кальций NO3 пен тағы шығады, яғни кальций NO3 2 қосылған. Кальцийна қосылып кетсе, арғыр H пен CO3 қалды. Яғни H2CO3 қалды оқушылар. Өткенде айттым, бұл әлсіз қышқыл болғандықтан бұны CO2 H2O деп жазады. Сонда сіз H2CO3-ның орнына CO2 қосылған H2O деп жазсаңыз дұрыс болады. Қате емес екеуде. Келесі HNO3 әрекеттеседі аммиакпен. Біз осыған реакция жаздық алдында, жаздық қашты. Қане, қалай шығатын еді, егер ол аммиакпен әрекеттессе? Аммоний шығатын еді, NH4, NO3. Реакциямыз тең, H-мыз 2, 3, 4, мына жақта 4, O-мыз 3. Тең. Демек, төртінші тапсырмада бізде азот қышқылының алюминий гидроксидімен, кальций оксидімен, кальций карбонатымен, аммиакпен әрекеттесуіндегі осылай болады екен. Реакция теңдеуін құрамыз, аяқтап теңестіреді екенбіз. Келесі есеп екен. Өндірістік шығын емес, шығын. 15% болса, массасы 6,3 килограмм азот қышқылын алу үшін қанша көлем аммиак қажет дейді.
метр кубпен берген екен, кеттік шығарайық. Бұл жерде мен реакцияны өшірейін, өйткені ана жерде бізде біраз реакция шығады қазір. Мынаны өшіремін оқушылар. Жазып алсаңыздар, Азот қышқылын алу үшін қанша көлем аммиак қажет дейді. Білесіздер, аммиактан бірден азот қышқылы алынбайды. Алдында азот қышқылын алу реакциясын жазған кезде өзгерістер тізбегі арқылы жаздық. НО дедік, НОдан НО2 дедік. НО2-ден барып HNO3 HNO3, яғни азот қышқылын өткен кезде біз мынадан яқта NH3-іміз бар, мінекей. Азот қышқылының алынуы деп өткенде алдыңғы тақырыпта біз осылай тізбекпен көрсеттік. Яғни азот қышқылы мына аммиактан бүйтіп сразу алынбайды. Демек орталарында осындай бір қосылыстар болады. Яғни тізбектеліп келіп алынады. Оксидтерінен кейін барып алынады, деп астында демек аммиак бар. Енді осылардың біз аммиактан бастап HNO3 азот қышқылына дейінгі реакцияларын жазуымыз керек, есепті шығару үшін. Өйткені есепте қарасаңыздар, азот қышқылын алу үшін қанша көлем аммиак қажет дейді. Яғни мынаны алу үшін, HNO3-ті алу үшін бізге мына NH3-тен қанша көлем қажет екенін сұрап тұр. Кеттік реакциясын жазайық. NH3-тен NO-ны алу үшін оған оттек қосады, жазайық. NH3 қосылған O2 шығады NO, яғни азоттың эквивалент оксиді плюс H2O. Мына жерде теңестіру керек, H-іміз екеу теңестіріп кетпейді екен. NO түзілеген кезде 12, мына жаққа 3-іміз бар, 4 қойсақ, жоқ 4-іміз, мен H3 деп жазып қойыппын, мына жерге кешкендір, H2O. 12, 4 дұрыс. Енді осы жерден НО-ны шығардық. Енді НО-дан НО2-ні шығарымыз керек. НО қосылған оттегі шығады НО2. НО2-ні шығардық. Теңестіру үшін 2, 4, мына жаққа 2 қоямыз, мына жаққа 2 қоямыз, ол кезде 4 тең болды. Енді НО2-ні шығардық. НО2-ден біз барып HNO3-ні шығарымыз керек. Ол үшін NO2-ге біз қосамыз H2O-ны, суды және оттекті. Сол кезде HNO3-іміз шықты. Міне, азот қышқылы енді шықты. Теңестіру үшін 2, 4, мына жаққа 4 қойсам, мына жаққа 2 қоямыз. 4, мына жаққа 4 қою екен. 4N, 12, 6, 8, 10, 12 дұрыс. Болды. Енді соңынан бастайық. HNO3-ке бізге массасы 6,3 килограмм азот қышқыл деді. Мынау бізде 6,3 килограмм екен. Бізге табу керек NO2-ні. Осыдан кейін бар қазір жоғары көтерілеміз. NO2 метр куб. Енді мынаны алда 4 болғандықтан оқушылар 4-ті көбейтеміз 22-де 4-ке. Сол кезде қанша болатын еді? 67-де 2 болады. 3-ке өткен кезде 4-ке өтсе 89-да 6. 89-да 6 метр куб деп жазамыз. Ал мынақта килограмм берілгендіктен NH3-тің азот қышқылының моляр массасын есептейміз. Онда 4-ке көбейтеміз. 4 көбейтілген. 1 қосылған 14 қосылған 48. Міне қанша болды? 4 көбейтілген. 15 қосылған 48. 4 көбейтілген. Мына 48, 8, 3, 13, 5, 6, 63-ті 4-ке көбейтіп жібереміз. 12, бір ойда 24, 25, 200. Бәрін жүргізсек. килограмм. Енді осы жерден пропорция құрамыз, 6,3 килограммда есептеп қойдың ба? Біз 52 деп айттық. Так, 6,3-ті көбейтеміз 89-ды 6-ға. Бөлеміз 225-ке. Қазір.
Кім есептеді? Бөлеміз. Апай 63-ті 4-ке бөлсе 252 болады ғой. 200 мен 223 жаздым ба? 252 екен. Кешіріңіз, қателесіп есептедім да. 252. 252. Енді есептейік. 89-ды 6-ны көбейтеміз. 6-ды 3-ке бөлеміз. 2-де 24. 2-де 24 метр куб. Сонда қараңыздар, 2-де 24 метр куб. Мына NO2-міз сонда 2-де 24 куб екен. Демек, мына жақтағы NO2-міздің үстіне біз осы шыққан 2-де 24 метр кубты жазамыз. Оның астына литрін жазамыз, яғни 44-де 8 литр. Мынауымыз бізде X NO-мыз, NO-ны табуымыз керек. Астына 44-де 8 литр жазамыз. Екен алдында 2 тұр, 44-де 8 литр. Осы жерден X-міз тауып алайық. 44-де 8-ді 2-де 24-ке өтіп қайттан 44 бөлсеңіздер, мына еге қысқаратта бұл жерде 2-де 24 литріміз қайттан қалады. Сонда мынау бізде 2-де 24 литрға тең екен. Мына жақтағы бірінші реакцияда NO-ның үстіне барып, мен осы 2-де 24 литрді қоямын. Астына 4-ке көбейтеміз, 89-да 6 литр. Келесі бізде мынау X міне аммиактен табайын деп жатырмыз. Бұныңқы 89-да 6 литр. Алтында 4 болғандықтан, Мына жақта қарасаңыздар 89-6, 89-да 6 екенде, бәрібір қайттан 2-де 24 шығайын деп тұр. Сонда бұл жақта да X-іміз 2-де 24 литр екен. Мына жерде 89-да 6 болмайды ғой. Қай жерде? NO3 қой, яқта NO2. Жоқ, мен коэффициентке қарап отырмын ғой, Нұрхан. Коэффициент бізде 4 қой. 4-те 22-де 4-ке көбейді. Енді оқушылар қараңыздар. Бізде 2-де 24 литр шықты. Бізге не тап деп еді өзі? Бізге шығым өндірістік шығын пайыз болса, үшін қанша көлем аммиак қажет? Аммиактың көлемі керек. 2-де 24 метр кубты біз осының 100% табуымыз керек. Бізге айтты оқушылар қараңыздар, 15% деді. 15% шығын деді. 15% жоғалған болса, бізге қалғаны 85%. Сонда 2-де 24 метр кубты 85%-бен теңестіреміз да, осының 100%-ын тауып аламыз. Қазір есептеп жүрек. 2-де 24-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 85-ге. 2-де 63 метр куб дейді. 2-де 63 метр куб. 2-де 63 метр куб екен. Біздің азот қышқылын алуға қажетті аммиактың көлемі. Сәл күрделі, оқушылар, өйткені күрделі болғаны бұның реакциясы. Есебінде қатты айырмашылық жоқ. Есепте тек екі-ақ мән беріледі. Формуламен шығарасыз. Апортсаңыз формуламен қойып. Формуламен шығарамыз ба? 3-4 түсінге алдым өткен. Мына жақта реакциялар. Бұл жерде пропорция ғой. Сіз өйткенлерде 15% берген. 15% қолданып кеткен, яғни шығындалып кеткен. Бізде реакцияға қолдануға 15%-ден 100%-дан 85% қалып. Сол 85%-бен өлшейміз да 2-де 24 метр кубты 100%-ын тауып аламыз. Яғни 100%-да қанша қолданылған. Ал мына жақта бұл жерде маңыздысы сіздер реакцияны түсініп алуларыңыз, реакцияны түсініп алу керек. Мына NH3-тен сразу HNO3-ті шығарып қоймаңыздар. Шығарып қойған кезде өтір реакция болып кетеді ғой, жерде реакция жоқ, сразу шыққан NH3-тен HNO3-тің шыққан реакциясы жоқ. Бұл жерде реакция маңызды, реакцияларды білмеген. Ал әр реакцияда қолданылған тәсіл бірдей. Барлығында пропорция қолданып шықты, массаларды қойдық, біріншісінде де пропорция арқылы таптық, екіншісінде де пропорция арқылы таптық. Бірақ шығып жатқан затты келесіне апарып қою. Яғни сол зат қой, NO2 литр тапқан кезде келесі реакцияда NO2-ге барып қойып жатырмыз. Бұл бізде келесі есебіміз бар екен. Келесі есеп бізде малярлы концентрация естеріңізде болсын. Үлкен М деген сол, Кеттік мынаны өшірем.
Так, мына мектепте шығардыңдар ма? Шығарғандар бар ма оқушылар? Кім практикасында болды? Есеп шығардық па? Болды мынандай есептер? Әлі шығармадыңдар ма? Берілген жоқ па? Не істедіңдер? Мектептегі жағдайларыңыз не болып жатыр? Так, бүгін барлықтарыңыз шаршап отырсыңдар, кажется, иә? Көлемі 50 мл 2 малярлы азот қышқылын бейтараптау үшін 1 малярлы натрий гидроксидінің қандай көлемі қажет дейді. Реакцияны жазбайық, азот қышқылын бейтараптау үшін натрий гидроксидінің көлемі. Яғни сіздерге білсеңіздер, бейтараптану реакциясы деген айтылатын еді. Бейтараптану реакциясы не еді? Бейтараптану реакциясы деген сол негізбен, қышқыл мен негіздің реакциясы. Яғни қышқыл мен негіз қосылса, ары қарай шығады тұз бен су. Осы екеуінің қосылысы, әрекеттесуі бізде бейтараптану реакциясы деп аталады. Енді қарасаңыздар, азот қышқылын беріп қойдым. Қышқыл ол бізде HNO3. Бейтараптау үшін деп тұр, енді қосқан бір-біріне. Натрий гидроксиді бізде негіз. Міне осы екеуінің қосылу реакциясы оқушылар бейтараптану реакциясы деп аталады. Шығады алмасу реакциясы натрий NO3 және H2O. Теңестіруді қажет етпейді, H2-міз. Енді бізге айтады. Мына жерде 50 мл-де 2 малярлы азот қышқылы бар дейді. Оны бүйтіп есептейміз. Жалпы ерітіндіде 1000 мл бар. Осы 1000 мл-де бізде 2 малярлы азот қышқылы шықты дейді. Яғни 2 малярлы азот қышқылы шыққан. Ал енді бізге табу керек 50 мл-де қанша мол болатындығы. X. Біз жаңа процент, есептерді, проценттерді шығарып атқан кезде оқушылар проценттер шығарған кезде 100% аламыз, 100% жоғары алмаймыз, 150%, 200% деген алмаймыз, бізде максимум пайыз 100%. 100%бен теңестіріп пропорция құраймыз. Сол сияқты мына ерітіндіде, миллилитрді ерітінді есептеген кезде, бұл жақта 1000 мл-мен есептейсіздер. Яғни 1000 мл-де қанша бар? 0,1 апай. Осы жерде 0,1 болады. Осы 0,1 бізде HNO3. Мына HNO3-ның үстіне барып 0,1 қоямыз. Астына олардың мольдерін жазамыз. Алдында бір коэффициент болғандықтан адамның 1 моль бар. Келесі бізде натрий гидроксидін табыңдар дейді. Бұл бізде X, бұның алдында 1 болғандықтан 1 моль болды. Қайттан шығатын сан X тең 0,1 моль. Қайттан сол бір сан шығады. Енді неқта айтты бізге, қараңыздар. Бейтараптау үшін 1 малярлы натрий гидроксидінің қандай көлемі қажет? Так, жаңа айттық, ерітіндіде 1000 мл бар дедік, 1000 мл-де 1 маляр деді. Енді бізге миллилитрін табуымыз керек қой, X қандай көлем деп жатыр, ол X бізде, қазір біз есептедік, ол біздің реакция бойынша 0,1 моль. Осы жерден X-іміз 0,1-ді 100-ге көбейтсек, бір өтір жылжиды, 100 миллилитр болады. Қай есебеді? 100 миллилитр. Болды. 50 миллилитр берді. 50 миллилитр деген нәрсе ол белгілі бір сан. Бірақ бізде максимум пайыз сияқты, мысалы бізге 25%, 30-40% берген кезде бізде максимум 100% бар. Сол сияқты 50 миллилитрді біз 1000 миллилитр арқылы пропорция құрып аламыз. Ал келесі пропорциямыз бізде керісінше берілді. Ол жақта литр табу екен. Ал бізге беріп қойған 1 малярлы 1000 миллилитрде болып жатқан нәрсе. Ал біз қазір реакциямыз бойынша есептеген кезде 0,1 моль шықты. Осы 0,1 моліміз қанша миллилитр болады екен? 1000 миллилитрін теңестірген кезде. Ол 100-ге тең болады екен. Түсінікті ма? Мына жерде енді электрон бер жерге мен қосып алғандардың ортақ есебін табамыз 2 мен 3-тің. Ол 6, жоғарыдағы 6-ны 2-ге бөлсек 3, ал 6-ны 3-ге бөлсек 2. Демек, түсінік бойынша мына бізде сұйытылғанмен әрекеттескен. Демек, темір бар жерге біз 2 қоямыз, азот бар жерге 3, азот бар жерге 2 қоямыз.
сұрағымыз қаншалықты сәйкес келеді. Бұл біздің шығарғанымыз. Енді теңестіріп көрейік. N мына жақта 2 еселеніп кетті. Кішкентай енді мына жаққа 2 қояйық. Келесі n-іміз 2, мына жақта 2, 3 екен, демек 2 қойылмайды екен. Одан жоғары сан қойылады. N3 3 еселенді. Мына жаққа 2 еселенді жазып қойып біз оқушылар. 3 еселенді. Демек 3 болса, n-іміз 3, оттегіміз одан да көп кетеді. 3, 2. Мына жаққа да 3 десек 6, сонда мына жаққа 6 қоямыз. Көрініп жатыр ма? Көрмей қалмай. Бөліп қойсам өткен. 6 азот 6, мына жақта азотымыз 6 болды. Енді темір онсызда біреу тең болыпты. Бізге маңызды оттек. Оттек мына жақта 18 болды, мына жақта 9, 9-ға 6-ны қосамыз. 15, 15 кешті 18. Оттек тең екен. Енді сутегіміз 3, мына жаққа 6 қоймыз, мына жаққа 3 қоямыз. Мінекей. Бірінші реакция теңесті. Сонда 3n 6n маңызды рөлі 3 екен. Темірге валенттік қажет, то есть коэффициент қажет болмады. Келесі бізде концентрациясымен ба? Концентрациясымен реакцияға түседі. Бұл жаққа да n3, мына жерде 3 бар, 2 жазып қоймаңыздар. Мына жерінде 6 дейік, мына жаққа 3 қоямыз, сонда n-іміз 6 тең болады. Келесі теміріміз тең болып тұр. Енді бізде сутек пен оттек. Оттегіміз теңесіп кеткен жоқ. Мына жаққа теңестіру үшін 3, 12. Теңесті. Енді менде маңызды сутек. 6. 6 болды. Мына жақта оттек. Оттек теңестірген. Болды. Осылай теңестіреді екенбіз. Демек, байқасаңыздар, екі реакциядағы жаққа 3 валенттілер мен 6 валент рөлінде эквивалент, валент деп, коэффициент. 3 коэффициент қойдық. Электронды беріп жатқан темір, қосып алып жатқан азот. Электронды беріп темір тотықсыздандырғыш болды. Электронды қосып алып азот тотықтырғыш болды. Келесі айналымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазып, X, Y заттарын анықтаңыздар дейді. Так, қараңыздар, мына жаққа бізде уақыт болды, сол үшін реакцияларды сіздер аяқтайсыздар, мен көрсетіп кетейін. Азоттан NH3, яғни азоттан аммиакты алу үшін біз H2 қосатын едік. Яғни N2 қосылған H2 шығады NH3. Ал NH3-тен не алған тағы белгісіз әйтеуір HNO3 шыққан. Енді естеріңізге түсіріңіздерші, HNO3 пен бағана біздің бір реакциямыз болды. Бір есепте 3 реакция қолдандық, ол бір нәрсе. Содан кейін бар бағанағы азот қышқылының алыну реакциясы бар. Азот қышқылы тікелей барып аммиактан алынбайды. Аммиактан бұрын азоттың оксидтері алынады, содан кейін барып азот қышқылы алынады. Демек, мына жерде оқушылар NO бар. Одан кейін мына жерде NO2 бар. Осылардан кейін барып азот қышқылы алынады. Мына X-іміз NO, мына Y-іміз сонда NO2. Ал ол жерге не қосып жатыр дейді? NH3-тен NO-ны алу үшін оттек қосып жатыр, мына жерге оттек қосқан. Ал NO-дан NO2-ны алу үшін бұл жерге де оттек қосқан. Шатасып кетпеңіздер. Мына X, Y басқа заттар, оны қосып жатқан тағы заттар ол оттек. Енді HNO3. HNO3-тен тұз шыққан, яғни күміс нитраты. Әрине оған күміс қосқан, Болды оқушылар, мына жерде реакцияны мен көрсеттім, жазып, ары қарай өздеріңіз қосылған реакциясының шыққан заттарды жазып теңестіресіздер. Келесі азот қышқылының берілген заттармен алюминий гидроксиді, кальций оксиді, кальций карбонаты ана жақтан алынып кеткен екен. Мына біз бағана жасап қойдық оқушылар, Мына сол реакция. Сіздерге жұмыс 8-де аяқтайсыздар, қазір көрем. Бізде тағы қандай есеп бар еді? Есеп бітіпті. Бізде мына бір нәрсе бар айтпақшы. Осы жақта теориялық тапсырма, бірақ мына жермен байланыстырасыздар. Төменде құрамында азот бар кейбір заттардың құрылысы көрсетілген. Қандай заттар екені көрсетілген А, Б, С, Д, Е, Ф деп. Біздің жұмыс олардың қайсыға сәйкес келетіндігі. Мысалы, бір вариантта бірнеше жауап болуы мүмкін. Мысалы, қышқылдық оксид дейді. Қышқылдық оксид бізде қайсысы болады? Соны тауып мына жаққа белгілейсіздер. Мысалы, қышқылдық оксид NO2 болады. Демек, мынау бізде жаңағы А деп тұр, А1 деп тұр, демек 1-ге келіп тұр. Мысалы, қышқылдық оксид Д болды ғой, 2, 3, 4 деген сияқты мына жақтағы варианттарға ана жақтағы жауаптардың бір-екі үшеуі де келе беруі мүмкін. Оны да ескеріңіздер.
Бұны сіздер үйге алыңыздар, оқушылар. Осыны аяқтап, қайсысы сәйкес келеді, сонымен жазып тексертіңіздер. Плюс жаңағы реакциялар. Жасаңыздар, міндетті түрде одан кейін тексеріп беремін.